Сәлем достар, біз бүгін Қытай сайтынан біздің қысқа керекті қалың куртканы бірге таңдаймыз. Ол үшін поисковикке зимние куртки, женские зимние куртки деп жазамыз. Қытайша осылай жазған дұрыс болады, барлығы шығады. Егер де сіздерге осындай Қытай иероглиф керек болса, комментарийға жазыңыздар. Міне осылай жазып іздейміз. Комментарийға жазсаңыздар, мен сіздерге иероглифтерді жіберемін. Осылай бізге курткалар шығады, женский куртка деген екен. И дальше ары қарай іздейміз. Например, мынаған кіріп көрейік. Астына описаниясына қараймыз. Описаниясына өтеміз. Описаниясына өткен кезде мына жерде 250-300 грамм деп тұрса, онда ол біздің қысқа келеді, яғни қалың жаурамайтын куртка болып табылады. Келесі мынаны көрейік. Бұның да описаниясына өтеміз. Бұл жерде 200 деп тұр, яғни қалыңдығы бұл, яғни кішкене жұқалау куртка болып келеді. Келесі, так, мына куртканы көрейікші. Описаниясына өтеміз. Бұл жерде жазылмаған куртканы алуды не советую, потому что оның қалыңдығы қандай екенін білмейсіздер. Мынаны көрейік. Келесі, мына жерде тоже жазылмаған, қараңыздар, жазылмаған курткаға желательно алмай-ақ қойыңыздар. Немесе продавецтен сұрасаңыздар болады. Жазып сообщение арқылы келесі курткаға кіреміз. Міне мына жерде жазылып тұр 250-200 деп, яғни бұл біздің қысқа келетін куртка, жаурамайтын куртка. Міне 100-150 грамм дейді, яғни бұл тонкий куртка. Бұл куртканы лучше алудың қажеті жоқ, қыста жаурайсыздар. Сіздерге осындай видеолар ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, подписка жасап кетіңіздер. Алдыңғы видеода мен қыстық аяқ киім туралы, балалардың қыстық аяқ киімін қалай таңдаймыз, сол туралы айтқан болатынмын. Сол видеоны да көрсеңіздер болады.